Сәлеметсіздер ме? 5 қаңтар күні жазған ұбт-ны талдайық. Бірінші тапсырма. Егер x, y және a 0-ден үлкен болса, онда түбір астында 0,36 x квадрат, y-дің 4 дәрежесі және a-ның 6 дәрежесі түбірдің астында деген өрнектің ықшамдаңыз деп тұр. Яғни бізге түбірдің астынан шығару керек. Түбірден шығарғанда бізде осы сан ол 0,16-ның квадраты, демек түбірден шыққанда 0,16 болады. Ал егер бізде айнымалының дәрежесі болса, онда біз көрсеткіштік теңдеулер өткенде қасиетті есімізге түсіреміз. Егер санның дәрежесі n болса, және ол n-ші дәрежелі түбірдің астында болса, онда түбірдің дәрежесі n санның дәрежесінің бөліміне жазылады. Ал егер мұнда ештеңе жазылмаса, онда ол 2 деген сөз. Демек, маған мына жерде санның дәрежесін осы жерде жазылған санға бөлу керек. 2-ні 2-ге бөлеміз. Сонда 2-ні 2-ге бөлгенде 1 болады. 4-ті 2-ге бөлеміз. Бізде 2 болады. 6-ны 2-ге бөлеміз. Бізде 3 болады. Енді бұл жерде тек бір жауап келеді, ол А. Осындай жауап. X-дің бір дәрежесі бір жазылмайды. Енді екінші тапсырма. Екінші тапсырманы орындау үшін А квадрат минус Б квадрат қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Ол бізде А минус Б, А плюс Б деп екі жақша ашылады. Енді бізде бірінші бөлшектің алымында А-ның орнында 63 деп жазылған, Б-ның орнына 37 деп жазылған. Онда бізде 63 минус 37, 63 плюс 37 деп екі жақша ашылады екен. Ал оның бөлімінде осы екі санның қосындысының квадраты. Ал квадрат дегеніміз не балалар? Ол 2 рет көбейту деген сөз. Осы жақшаны 2 рет көбейтемін. Көбейтілген екінші көбейткіш балалар. Әрбір санды квадраттаймыз. 10-ның квадраты бөлінген 6-ның квадраты тең. Мына бірінші бөлшекте бірдей жақшалар қысқарып кетеді. Бөлшектің алымында 63 азайту 37 26 болады. Бөлшектің бөлімінде 63 қосу 37 100 шығады. Көбейтілген 10-ның квадраты бізде 100 болады. Бөлінген 6-ның квадраты бізде 36 болады. Қысқартамыз бірдей мүшелерді. Мына екі санды да қысқартуға болады. Екеуі де 2-ге бөлінеді, 2-ге қысқарады. 26-ны 2-ге бөлгенде бөлшектің үстінде 13 болады. 36-ны 2-ге бөлгенде оның бөлімінде 18 болады. Онда бұл жерде дұрыс жауабы А. Келесі тригонометриялық өрнегінің мәнін табу керек. Осы өрнектің мәнін табу үшін бізге алдымен синустың 2 альфа формуласын қолдану керек. Оны есімізге түсірейік. Синус 2 альфа тең 2 синус альфа көбейту косинус альфа деген формула бар. Бізде альфаның орнында мұқият қарасақ, міне синус 2 альфаның орнында арк синус 4-тен 3 деп жазылған. Альфаның орнына осыны қоямыз. Ал енді формуламен кеттік ашайық. Біз алдымен 2-ні жазамыз, одан кейін синус альфаның орнына жазамын, арк синус 4-тен 3. Одан кейін косинус көбейту косинус жақшаның ішіне жазамын, арк синус 4-тен 3. Так, сонда бізде не болады? 2 көбейту, бізде бұлай синус, арк синус екеуі бірдей болса, олар қысқарып кетеді де, мына жерде қандай сан жазылған, сол сан қалады. 3 бөлінген 4 көбейтілген. Ал егер екеуі әртүрлі болса, мысалы міне екінші көбейткішті қараңдар, косинус, арк синус. Онда қалай шығарамыз? Бұл жерде біз тікбұрышты, үшбұрышты ережесін қолданамыз. Тригонометриялық өрнектер деген тақырып. Арк синус 4-тен 3 болса, онда бізде синус альфа 4-тен 3-ке тең деп аламын. Ал синус альфа дегеніміз ол А мен С-ның қатынасы. Тікбұрышты, үшбұрышта А қабырғасы
3-ке тең, b c қабырғасы 4-ке тең деп аламын. b қабырғасын Пифагор теоремасымен табамыз. b қабырғасы 4-тің квадратынан 3-тің квадратын аламыз, түбірдің астынан шығарамыз. Сонда бізде 7 деген сан шығады. Енді бізге қараңдар, косинусты есептеу керек. Косинус ол бізде қандай қатынас? Ол b бөлінген c. b бізде есептеп таптық. Түбір асты 7-ге тең. c ол берілген. Ол 4-ке тең. Сонда бізде осы өрнектің мәні мына тұрған санға тең. 4-тен түбір асты 7-ге. Енді осыны бірден көбейтпей, алдымен қысқартып алайық. Өзімізге ыңғайлы болады. 2 мен 4 2-ге қысқарады. Мұнда 1 қалады, мұнда 2 қалады. Ал енді көбейтейік. 1 көбейту 3 көбейту түбір асты 7. 3 түбір асты 7 болады. Бөлімін көбейткенде 2 мен 4 көбейткенде 8 болады. Бұл да есептің дұрыс жауабы Б. Келесі тапсырма. Осы тапсырманың шығару жолы, оңай жолы былай қараңдар. X-тің орнына кез келген бір санды қояйық. Мысалы 2. X-тің орнына 2-ні қойсақ, 2 қосу 2 4-тің 4-ші дәрежесі минус 8 көбейтілген 2 қосу 2 4 квадрат қосу 16. 4-тің 4 дәрежесі 256. 4-тің квадраты 16 емес пе? 8 бен 16-ның көбейтіндісі 128 болады. Енді 256-тан 128-ді азайтып 16-ны қосқанда бізде 144 шығады. Ал енді қай жауап дұрыс екенін табу үшін біз x-тің орнына 2-ні қоямыз. Әр жауапқа бізде 144 шығу керек. Мысалы, А жауабына қойсақ, 2-нің квадраты қосылған 4 көбейтілген 2 қосылған 8 квадрат. 2-нің квадраты 4. 4 көбейту 2 8. 4 қосу 8 қосу 8 20. 20-нің квадраты 400. Бұл жарамайды. А дұрыс емес. Б жауабын тексерсек. 2-нің квадраты 4. Қосу 4 көбейту 2 8. 8 қосу 4 12. 12-нің квадраты 144. Б келіп тұр. С жауабын әр жауап тексеріп шу керек. 2-нің квадраты 4 плюс 2 көбейту 2 4 плюс 4 8. 8-нің квадраты 64. Бұл жарамайды. Бізде 144 шығу керек болды. Енді Д жауабы 2 көбейту 2 қосылған 4-тің квадраты. Ол бізде 2 көбейту 6-ның квадраты 72 болады. Бұл да жарамайды. Сонда дұрыс жауабы Б болады. Әр жауап тексересіздер. Неге? Себебі мұнда мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалы, Д жауапта да 144 шықса, 2 бірдей. Екеуі де кетіп тұрдың сөз, 144. Нақты дұрыс жауапты табу үшін сіздер 2-ден басқа тағы бір сан қойып көру керексіздер. Егер бірдей болып шықса, екеуі де келіп тұрса 144. Ал егер мысалы мына есепте сияқты бірден келсе, онда болды, дұрыс жауабы Б. Келесі тапсырма, теңдеудің нақты түбірлерін табыңыз. Алдымен модуль теңдеуді шығарғанда, модульді теңдеудің сол жағында қалдырып, қалған мүшелерді теңдеудің оң жағына өткіземіз. 10 теңдеудің оң жағына таңбасы ауысып плюспен барады. Ал енді модуль теңдеуді 2 рет шығарамыз. Бір рет оң жағында 10 таңбасымен, екінші рет теріс таңбасымен шығарамыз. Так, теріс таңбасымен шығарғанда қараңдар, осы жерде квадраттық теңдеуді шығару үшін алдымен минус 10-ды теңдеудің сол жағына өткіземіз. Плюспен барады. Оң жағында 0 қалады. Дискриминант тең минус 3-тің квадраты. Сосын формула бойынша минус 4 көбейту 1 көбейту 10. Минус 3-тің квадраты бізде 9. Минус 4 көбейту 1 көбейту 10. 40. 9-дан 40-ды азайтқанда минус 31. Ал дискриминант теріс болса, нақты түбірлері жоқ. Тек комплекс түбірлері болады. Ал бірінші теңдеуді шығарғанда, 10 теңдеудің сол жағына барғанда минус таңбасымен барады. Тең 0, оң жағында 0 қалады. Дискриминант тең минус 3-тің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту минус 10. Минус 3-тің квадраты 9. Минус пен, мұна минус пен минусты көбейткенде плюс болады. 4 пен 10-ды көбейткенде 40. Қосынды 49. Ол бізде 7-нің квадраты.
Енді x1 x2-ні табамыз. Формула бойынша b бізде 3-ке тең плюс-минус 7 бөлінген 2. 3-ке 7-ні қосам 5, 3-ке 7-ні қосам 10, 10-ды 2-ке бөлем 5. 3-тен 7-ні азайтам минус 4, минус 4-ді 2-ке бөлем минус 2. Дұрыс жауабы А болады. Келесі тапсырманы шығару үшін мына жерде де оңай жолы ол жауапты тексере салу болады. Әйтпесе алмастыру тәсілімен де шығаруға болады. Енді жауаппен тексерсек, бізде жауаптарда әрқашан бірінші x, одан кейін y беріледі. Сонда жауаптарды қойып тексерем. А жауабын тексерсек, бірінші теңдеуге қойсам x қосу y тең 10, 1 қосу 9 тең 10 келіп тұр. Екінші жауапқа қойсақ, екінші теңдеуге x-дің орнына 1-ді, y-дің орнына 9-ды жазсам, менде берілгенде сияқты 12-ден 5 шыға ма тексерем. Ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлім екеуінің көбейтіндісі немесе сан 2 санға бөлінеді. Толықтауыш 9, толықтауыш 1 қосынды 10-ға тең. Бұл жауап келген жоқ, бізде 12-ден 5 шығу керек болды. Бұл жауабын тексерейік. 2 мен 8-ді қосқанда 10, ал енді екінші теңдеуге қойсақ, 2-ден 1 қосу 8-ден 1. 2 мен 8-дің ортақ бөлімі 8-ге тең. Бірінші мүшенің толықтауышы 8 бөлінген 2 4, екінші мүшенің толықтауышы 8 бөлінген 8 1, қосынды 5. Бұл да келмей қалды, бізде 12-ден 5 шығу керек болды. Келесі С жауап тексерем. X-дің орнына 4-ті қоям, Y-дің орнына 6-ны қоям. 4-тен 1 қосу 6-тан 1. Ортақ бөлімі 12. Неге? Өйткені 12 4-ке бөлінеді, 3 болады, 12 6-ға бөлінеді, 2 болады. 3 қосу 2 5. Әне келіп тұр. Енді екінші жауабы, С жауапты 6 мен 4-ті қойсақ. X-дің орнына бірінші 6-ны қойсақ, одан кейін Y-дің орнына 4-ті қойсақ. Бұл дәл жаңағы қосынды орындарын ауыстырғанмен мәні өзгермейді, 12-ден 5. Бірінші теңдеуге де келіп тұр, 6 қосу 4 10-ға тең, 4 қосу 6 10-ға тең. Д жауабы келмейді. Неге десеңдер, 3-тен 1 қосу 7-тен 1. Ортақ бөлімі 21. 21-ді 3-ке бөлсек 7 болады. 21-ді 7-ге бөлсек 3 болады, қосқанда 10 шығады. Бұл келмейді. Дұрыс жауабы С екен балалар. Келесі тапсырма, 7-ші тапсырма. Берілген функцияның туындысын табу керек. Туындысын бізде синус функциясы берілген. Ал синустың туындысы формуласы бізде қалай? Синустың туындысын тапқанда, синустың туындысы бізде әрқашан косинус шығады. Бұрышын көшіріп жазамыз және бұрыштың туындысына көбейтеміз. Бізде x-ның орнына 2x плюс бөлінген 3 плюс пи бөлінген 4 деп жазылған. Осыны қоямыз қазір. Значит, менде формула бойынша бірінші жазылады косинус. X-ның орнына бізде 2x бөлінген 3 плюс пи бөлінген 4. Көбейту. Мына x'. X-ның орнында бізде 2x бөлінген 3 плюс пи бөлінген 4. Енді мына жерде мынаның туындысын тапқанда, мына штрих деген туынды деген сөз. Егер x алымында болса, дәрежесі жоқ болса, онда оның туындысы 1-ге тең 3-тен 2 болады. Ал пи бөлі 4 дегеніміз балалар сан. Ал кез келген сан туындысы 0-ге тең. Сонда пи бөлі 4-дің туындысы 0-ге тең болады. Ал қосу 0-ді жазудың қажеті жоқ. Сонда бізде косинус көбейту 3-тен 2, немесе біз санды косинустың алдына жазамыз. 3-тен 2-ні алдына жазам. Көбейту косинус 2x бөлінген 3 пи плюс пи бөлінген 4. Сонда есептің жауабы бізде 3-тен 2 косинус плюс дұрыс жауап С болады. Келесі тапсырма. Дұрыс 4 бұрышты призманың табаны ауданы 144 см квадрат, ал биіктігі 14 см-ге тең. Осы призманың диагоналін анықтаңыз. Енді қараңыздар. Дұрыс 4 бұрышты призма дегеніміз ол параллелепипедке ұқсайды. Бізде былай салына түсіреді. Енді дұрыс 4 бұрышты дегеніміз нені білдіреді? Ол бізде осы стереометриялық фигураның табаны квадрат екенін айтады. Яғни табаны дегеніміз ол мына жазықтық. Және ол
бізде квадрат болса, оның барлық төрт қабырғасы бірдей. Осы табан ауданы берілген 144-ке тең. Табаны біз айттық квадрат. Квадраттың ауданын қалай табамыз? Ол жерде біз қабырғасы квадраттаймыз. Сонда бізде аудан шығады. Ауданы белгілі 144-ке тең. Біз осы жерден оның қабырғасын тауып аламыз. Бізде 12-ның квадраты 144-ке тең. Демек, бұл призманың табан қабырғасы 12-ке тең 4 бұрыш. Ал призманың биіктігі 14. Бізге қазір призманың диагоналін табу керек балалар. Диагональ ол бізде қараңыздар. Мына бұрыш пен мына бұрышты қосатын түзу. Призманың диагоналі. Оны табу үшін тік бұрышты, үш бұрышты қолданам. Қараңыздар, мына тік бұрышты, үш бұрыштың диагоналі ол гипотенузасы болып тұр. 14 биіктігі ол бізде катет болып тұр. Ал екінші катеті мұқият қарасандар, ол табанның диагоналі. Табан диагоналі, яғни квадраттың диагоналі. Квадраттың диагоналінің формуласы а түбір асты 2. Ал біз аны тауып алдық қой, ол 12-ке тең. Демек, табан диагоналі 12 түбір асты 2. Тікбұрышты үшбұрыштың екінші катеті 12 түбір асты 2-ке тең. Енді гипотенузасын табу үшін, диагональ табу үшін квадраттарын қосам. 14-тің квадратына 12 түбір асты 2-ның квадратын қосам. 14-тің квадраты бізде 196, 12-ның квадраты бізде 144, түбір асты 2-ның квадраты 2, бізге арасында көбейту таңба. 144-ті 2-ге өткенде 288, оған 196-ны қоссақ 484 болады. Ол түбірден шыққанда 22 шығады. Онда есептің жауабы С. Келесі теңістіктер жүйесін шығару үшін бірінші теңістікті шығарып алайық. Сол жағында логарифм негізінде 2 саны 3х квадрат минус х-ті көшіріп жазам. Үлкен 2-ні қалай жазам? 2-ні балалар қараңыздар. Логарифм 2 негізінде 2, ал осы жерде жазылған сан мына 2-ның дәрежесіне жазылады. Логарифм 2-лер қысқарып кетеді. Бізде сандары қалады. Теңістік таңбасы өзгермейді, себебі негізі бірден үлкен. 2-ның квадраты 4. 4-ті теңістіктің сол жағына өткізіп, дискриминантты есептеп, түбірлерін табамыз. Дискриминанты бізде 1 қосылған 4 көбейті 3 көбейті 4, 48, 7-ның квадраты шығады екен. Онда x1, x2 тең 1 плюс минус 7 бөлінген 6, 8 бөлінген 6 қысқарады, 4 бөлінген 3 болады, и минус 1. Міне шығардық. Логарифм теңістікті шығарған кезде міндетті түрде қосымша шарт енгіземіз. Немесе анықталу облысы деп атайды. Логарифмнің саны 0-ден үлкен болу керек. Мына 3х квадрат минус х деген 0-ден үлкен болу керек. 3х квадрат минус х үлкен 0-ден. Осы теңістікті шығарам. Бұл толымсыз квадрат теңістік. Х-ті жақшаны сыртына шығарамыз. Сонда әр жақшаны 0-ге теңестіреміз ары қарай. Сонда бізде 0 шығады. Екінші жақшадан 3-тен 1 шығады. Енді бірінші теңістік осымен аяқталды. Енді екінші теңістікті шығарамыз. Екінші теңістік 2х квадрат кіші 32-ден. 2 теңістіктің оң жағына барғанда бөліміне барады. 32-ні 2-ге бөлгенде 16 болады. 16 теңістіктің сол жағына минус таңбасымен барады. Бұны қысқаша көбейту формуласымен ашуға болады. Х минус 4, х плюс 4 болады. Әр жақшаны 0-ге теңестіремін. Сонда менде 4 деген және минус 4 деген жауап шығады. Міне екінші теңістікте шығарып тастадық. Біз неше түзу саламыз? Мұқият қараймыз. Бізде
бірінші теңсіздік бар міне, екіншісі бар, және үшінші. Біз үш түзу саламыз. Үш түзу. Біріншіде минус 1 мен 3-тен 4. 3-тен 4. Такс. Бірінші теңсіздікте x квадраттың алдында таңбасы плюс. Және бізде таңбасы үлкен. Біз плюстан бастаймыз. Және плюс аралықты бояймыз. Екінші теңсіздіктен 0 және 3-тен 1 шықты. Екінші теңсіздікте де x квадраттың алдында таңбасы плюс, және бізде үлкен таңба. Плюстан бастаймыз, минусты бояймыз. Плюсты бояймыз үлкен болғанда. Так, келесі үшінші теңсіздікте x квадраттың алдында таңба плюс, және бізде таңба кіші. Нүктелер плюс минус 4. Минус 4. Плюс 4. Плюстан бастаймыз, минусты бояймыз. Сосын әр нүктенің бойынан түзу жүргізіп, қиылысын табамыз. Минус 4. Минус 1. 0. 3-тен 1. 3-тен 4. 4. Сонда қиылыс бізде минус 4-тен басталып, минус 1-ге дейін үшеуі де боялған аймақ. Минус 4-тен минус 1-ге дейін бірігу. 3-тен 4-тен 4-ге дейін. Бұл есептің жауабы А болады, балалар. Бұл жерде 3-тен 4 балалар, және 1,3-тен 1. Бұл бірдей сандар. Келесі теңдеуді шешіңіз. Бұл жерде жақша мен косинустың арасында көбейту таңба болғандықтан, және оң жағында 0 деп жазылғандықтан, әр көбейткішті 0-ге теңестіреміз. Бірінші көбейткіш косинус 2х-ті 0-ге теңестіремін. Бұл тригонометриялық теңдеу, дербес жағдай. Косинус тең 0-ге болғанда формуласы бізде былай болды. 2х-тен пи бөлінген 2 қосылған пи-н. n тиісті z. Ары қарай 2-ге бөлеміз. Пи бөлі 2-ні 2-ге бөлгенде пи бөлі 4 болады. Плюс пи-н бөлінген 2. Және міндетті түрде n тиісті z-ті ұмытпаймыз. Келесі екінші тапсырма. Екінші теңдеу. Синус 3х плюс 1 тең 0. Екінші көбейткішті 0-ге теңестіреміз. 1 теңдеудің оң жағына барады. Минус таңбасымен. Енді бұл да дербес жағдай. Синус минус 1-ге тең. Менде 3х тең болады. Минус пи бөлінген 2 қосылған 2 пи-н. Ал енді бүкіл теңдеуді 3-ге бөлеміз. Пи бөлі 2-ні 3-ге бөлгенде пи бөлінген 6 болады. Плюс 2 пи-н бөлінген 3. n тиісті z бар міндетті түрде. Осы теңдеудің жауабы сонда қандай болады? Мына жерде пи бөлі 2, пи-н бөлінген 2, минус 2 пи дегендер келмейді. А жауабы келмейді. Дұрыс жауабы А, Б. Келесі тапсырма. Сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Осындай есеп кездескенде қалай шығарамыз? Бізде есептің шартында 2y берілген және 1x берілген. Ал бізде ауданды табу үшін 2y және 2x болу керек. Екінші x жоқ, оны табу үшін біз ең алдымен 2y-ті теңестіреміз. Бірінші y-іміз x-ке тең, ал екінші y-іміз 2-ден 1x-ке тең. 2-ін теңестіремін. Осы теңдеуді шығару үшін теңдеуді 2-ге көбейтуге болады. 2x тең x-ке болады. X-тарды бір жаққа жинайтын болсақ, x сол жағына минуспен барады. 2x азайту x 1x болады. X-іміз 0-ге тең.
Сонда бізде екінші x-ті таптық. Ал енді ауданды есептеу үшін балалар, s тең деп жазамын. Ауданды есептегенде интеграл қолданамыз. Интегралдың шектері x-тер болады. Үстіне x-тің үлкенін жазамын, ал астына кішісін жазамын. Менде қараңыздар, бір x-ім менде 1-ге тең, екінші x-ім 0-ге тең. Үлкені 1, кішісі 0. Ал мына жерге жанына 2y-дің айырмасын жазамын. Бірінші y-іміз x-ға тең, екінші y-іміз 2-ден 1 x-ға тең. Айырмасын жаздық және міндетті түрде dx деп жазамыз. Бұл интегралмен қоса жазылатын өрнек. X-тан 2-ден 1 x-ті азайтсақ, бізде 2-ден 1 x болады. Енді біз осы функцияның алғашқы функциясын табамыз. Ол үшін мына жерде x-тің жазылмай дәрежесі 1, дәрежеге 1-ді қосамын. 1-ге 1-ді қоссақ, екінші дәреже болады, бөліміне көшіремін. Енді бізге көбейтіп алуға болады. 1 мен x квадратты көбейтсем, x квадрат, 2 мен 2-ні көбейтсем, 4. Ары қарай x-тің орнына 1-ді қоямыз алдымен, одан кейін 0-ді қоямыз. X-тің орнына 1-ді қойсам, 1-дің квадраты бөлінген 4 минус, одан кейін 0-ді қойсам, 0-дің квадраты бөлінген 4. 1-дің квадраты 1-ге тең, бөлінген 4 минус, 0-дің квадраты 0-ге тең, 0 4-ге бөлсек 0 болады, 0-ді азайтсақ, мәні өзгермейді. Можно не писать. Сонда бізде жауабы 4-тен 1. Ондық бөлшекпен 0,125 квадрат бірлік болады. Келесі тапсырма. Мына теңсіздікті шығарайық балалар. Ол үшін бұл жерде 3-тен 2 теңсіздіктің сол жағында 0,1 деген ондық бөлшекті жай бөлшекпен жазайық. Оннан 1 болады. Жақшаның сыртында x бар. Осы жерде 2 мен 10-ды қысқартып жүруге болады. 2-ге қысқарады. Мұнда 1 қалады, мұнда 5 қалады. Кіші немесе тең 9-дан 5, азайту 6, көбейту 9 деп жазылған. Көбейту 3. Сол жағында 1, азайту 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15. 15-тен 1. X кіші немесе тең, мына жақты ортақ бөлімге келтірсек, 5 азайту 6 көбейту 9, 54. Так, 1 азайту 15-тен 1. Ортақ бөлімге келтірсек, бізде 15-тен 14 болады. Кіші немесе тең, мына жақта минус 49, қысқартып жіберейік 3 пен 9-ды, мына жерде бөлімде 3 қалады екен. Осыдан x кіші немесе тең 15-тен 14 бөлшегіміз теңсіздіктің оң жағына өткенде аударылады. Сальто жасайды. 14-ті астына жазам, 15-ті үстіне жазам. Қысқартайық қайтадан. 3 пен 15 қысқарады, 3-ке 5 болады, мұнда 1 болады. 49 пен 14 7-ге қысқарады, мұнда 7 қалады, мұнда 2 қалады. Сонда 7 мен 5-ті көбейткенде 35 болады. Сосын оны 2-ге бөлгенде 17,5 болады. Координаталық түзу саламыз. Нүктені белгілейміз. Нүктеміз боялған. Минус 17,5 координатасы. Осы нүктені сол жағы боялады кіші болғандықтан. Енді осы нүктенің оң жағында балалар, осы саннан үлкен сандар, яғни минус 17, минус 16, минус 15. Мына жауаптардың ішіндегі бар минус 13 бар. Олар жауапқа кірмегендіктен олар болмайды дұрыс жауап. Ең үлкен бүтін шешімі минус 17,5-дің сол жағындағы минус 18 болады дұрыс жауап. Ең үлкен бүтін шешім. Себебі бұл нүкте боялған айыралыққа кіреді. Ал мына нүктелер, мысалы минус 16 деген жауап бар. Ол боялған аралыққа кірмейді. Минус 15, минус 13. Олар шешім болып табылмайды. Ең үлкен бүтін шешімі минус 18. Ал егер мысалы тағы бір нүкте болса, боялған аралықта мысалы минус 19. Ол неге дұрыс емес? Себебі ол ең үлкені емес. Ең үлкені минус 18. Мынаған ең жақын сан. Келесі тапсырма. Екі вектордың скаляр көбейтіндісін табыңыз дейді. Бізде векторлар координаталармен беріледі. X және Y және Z болады кеңістікте болса. Енді екі вектордың скаляр көбейтіндісін табу үшін олардың координаталарын көбейтеміз. N вектордың координаталары x2, y2 болсын мысалы.
Сонда біз скаляр көбейтінді табу үшін x1 мен x2-ні көбейтеміз, y1 мен y2-ні көбейтеміз. Сосын мәнін табамыз қосып. x1-міз 1-ге тең, x2-міз минус 1-ге тең. Қосылған y1-міз минус 1-ге тең, y2-міз 2-ге тең. Енді есептеймін, 1-ді минус 1-ге көбейткенде минус 1 болады. Минус 1-ді 2-ге көбейткенде минус 2 болады. Минус 1 минус 2 минус 3 шығады есептеп. Дұрыс жауабы Б. Келесі тапсырма. Функцияның экстремумдар қосындысын табыңыз дейді. Балар, функцияның экстремумдары дегеніміз ол x минимум және x максимум нүктелері. Және бізге осы екі барлық нүктелердің қосындысын табу керек. Ал x минимум және x максимум нүктесін табу үшін берілген функцияның туындысын нөлге теңестіру керек. Туындысын табайық. Берілген функцияның туындысы x алымында болғанда 1-ге тең. Ал егер ол бөлімінде болса, 1 бөлінген x-тің туындысы балалар минус 1 бөлінген x квадрат болады. Яғни таңбасы өзгереді, плюс минусқа өзгереді. 3-ті көшіріп жазамын, ал бөлімде x квадрат жазамын. Енді осы туындысын тапқаннан кейін оны нөлге теңестіреміз. Осы теңдеуді шығарамын, ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі 3x квадрат, бірінші мүшені толықтаушы x квадрат, екінші мүшені толықтаушы 3. Сонда алымында x квадрат минус 3 көбейтілген 3 9 болады. Осы теңдеуді шығарамыз, алымын нөлге теңестіремін. X квадрат минус 9 тең 0. X квадрат тең 9 оң жаққа плюс пен барады. Сонда x тең плюс минус 3-ге 2-ді бір шықты. Екінші 3x квадрат бөлімі 0-ге тең емес. X квадрат тең емес, 3 оң жаққа бөліміне барады. X тең емес 0-ге болады сонда. Координаталық түзу саламыз. Координаталық түзуде 3 нүкте салам. Минус 3, 0 және 3. Енді бізде x квадрат тең 0-ге болғанда дәрежесі жұп болғандықтан 0-де парашют болады. Және бізде мұқият қарасаңдар, x квадраттың алдында таңбасы плюс, бөлімінде x квадраттың алдында таңбасы плюс, онда біз плюстан бастаймыз. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Плюс аралық ол бізде функцияның өсу аралығы. Ал минус аралық балалар ол функцияның кему аралығы. Одан кейін қайттан плюс аралық басталады. Демек бұл өсу аралығы. Сонда қарасаңдар мұқият, бұл жерде таудың етегі сияқты, таудың шыны сияқты x максимум нүктесі табылады. Және мынау жерде x минимум нүкте. X максимум минус 3-ге тең. X минимум 3-ге тең. Енді бізге экстремумдердің қосындысы керек. Минус 3 пен 3-ті қосқанда бізде 0 шығады балалар. Келесі тапсырма. Цилиндр биіктігі 6 см-ге тең, ал табан радиусы 4 см-ге тең. Цилиндрдің осьтік қимасының диагоналін табыңыз дейді. Бізде биіктік бар және табанның радиусы бар. Бізге диагоналін табу керек, осьтік қимасының диагоналі. Алдымен цилиндрдің суретін салып алайық. Цилиндр бізде табаны шеңбер, призма. Ал оның осьтік қимасы тік төртбұрыш. Цилиндрді салдық міне. Енді осьтік қимасын салайық. Осьтік қимасы тік төртбұрыш болады. Осьтік қимасын көк түсті қылып салдым. Енді бізге цилиндрдің биіктігі белгілі 6-ға тең және табанның радиусы белгілі 4-ге тең. Ал радиус ол центрден шеткі нүктеге дейін қашықтық. Ал екінші жартысы да радиусқа тең болады 4. Онда осы тік төртбұрыштың ұзындығы 8-ге тең. Енді бізге осы тік төртбұрыштың диагоналін сұрап тұр. Оны қалай табам? Менде тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Тікбұрышты үшбұрыштың екі катеті белгілі. 6 мен 8.
ал гипотенузасын бізге табу керек. Ол үшін 6 мен 8-дің квадраттарын қосып түбірдің астынан шығарамыз. Сонда бізде 10 шығады. Келесі тапсырма. Мына жерде ондық логарифмдер берілген. L дегеніміз негізінде 10 логарифм, иә? Енді бізге бірінші қасиетті есімізге түсіру керек. Бірінші қасиет қандай еді? Логарифм негізі А болсын, саны Б болсын, ал санның дәрежесі М болса, логарифмнің сан дәрежесі логарифмнің алдына жай түседі. Осындай қасиетті біз өттік. Енді осы қасиетпен есепті шығарамыз. Негізі 10, саны x, дәреже жоқ. Негізі 10, саны x, санның дәрежесі 2, логарифмнің алдына түседі. Негізі 10, саны x, сан дәрежесі логарифмнің алдына түседі. Сонда бізде lg(x) қосылған 2lg(x) қосылған 3lg(x) тең 6-ға болады. Бұл жерде не істеуге болады? lg(x) жақшаның сыртына шығаруға болады. Жақшаның ішінде не қалады? lg(x)қа бөлгенде 1 болады. 2lg(x)ті lg(x)қа бөлгенде 2 болады. 3lg(x)ті lg(x)қа бөлгенде 3 болады. Жақшаны жабам, тең 6. Енді осы сандардың қосындысы неше шығады? 6, ол lg(x) мен көбейтіліп тұр. Онда 10 жағына барғанда ол бөлумен барады. 6-ны 6-ға бөлсек 1 болады. Ал қай кезде бізде логарифм мәні 1-ге тең болады? Егер оның негізі мен саны бірдей болса, онда логарифм мәні 1-ге тең болады. Мұнда негізі 10, саны онда x-і 10-ға тең болу керек. Дұрыс жауабы D болады сонда. Келесі тапсырма. Бұл теңдеулер жүйесін шығару үшін мен алмастыру тәсілін қолдануды ұсынамын. Бұл жерде синус x тең косинус y деп жазылған. Онда синус x-тің орнына косинус y-ті жазайық. 3 синустың орнына косинус y деп жазамын. Қосылған 2 косинус y тең 5 түбірасты 2 бөлінген 2. 2 косинус y қосылған 3 косинус y бізге 5 косинус y береді. 5 теңдеудің оң жағына барғанда ол бөліміне барады. 2-ның қасына көбейтіліп тұрады. 5 түбірасты 2 бөлінген 2 көбейту 5. Біз 5-терді қысқарта аламыз. Сонда бізде тригонометриялық теңдеу шығады. Косинус y тең түбірасты 2 бөлу 2. Бұл жалпы жағдай. Жалпы жағдай шығарғанда y тең косинусты әрқашан плюс-минус болады. Арк косинус түбірасты 2 бөлу 2. Ол бізде пи бөлінген 4 плюс 2 пи-н. Y-ті таптық. Енді x-ті табу үшін орнына қояйық. Бізде мына жерде қараңыздар, бірінші теңдеу синус x тең косинус y-ға. Ал косинус y-тің мәні түбірасты 2 бөлу 2-ге тең. Түбірасты 2 бөлу 2 деп жаздым. Бұл да жалпы жағдай. Синуста жалпы жағдай формуласы міндетті түрде минус 1-дің n дәрежесі бар. Көбейтілген арк синус түбірасты 2 бөлу 2. Ол пи бөлу 4-ге тең. Қосылған бізде пи-н. Сонда біз жауап жазғанда әрқашан бірінші x координата, одан кейін y координатасын жазамыз. Демек бірінші мына жауап, одан кейін мына жауап болу керек. Бұл жерде тек бір жауап келеді, ол А жауабы. Келесі тапсырма. Y-тен 4x плюс 1 түзуіне параллель болатын функциясының графигіне жүргізілген жанама теңдеуін жазыңыз дейді. Бізге берілген функция f от x ол минус x квадрат минус 2 функциясы. Жанама теңдеуді жазу үшін бізге x0 табу керек. Себебі жанама теңдеудің формуласы бізде y-тен fx0 қосылған f' x0
көбейтілген x минус x0. x0-ді қалай табам? Ол кейбір есепте беріледі, кейбір есепте берілмейді. Такс, оны табу үшін қараңыздар, бізде тағы да формула білу керек. f'(x0) бізде формула бар. Ол бұрыштық коэффициентке тең және тангенс альфаға тең. Осындай екі формуланы жазып алыңдар. Мынау бізде бірінші формула, екінші формула. Бұрыштық коэффициентті қараңыздар, бізде мына түзуге параллель болу керек. Бізде түзу бұрыштық коэффициент арқылы берілген. Y-тен kx плюс 1. К-ның орнында x-тің алдында қандай сан жазылған? 4. Демек, k әрпіміз 4-ке тең. Енді түзулер параллель болу үшін олардың бұрыштық коэффициенттері бірдей болу керек. Демек, біздің іздеп жатқан функцияның бұрыштық коэффициенті де 4-ке тең болу керек. Бұл жерде жауаптан әр жауап келіп тұр әзірше. Келесі, мынаны қолданам. f'(x0) тең k деген теңдеуді шығарамыз. Алдымен f'(x)ті тауып алайық. Яғни берілген функция туындысын табайық. Берілген функция міне тұр. Осы тұрған функцияның туындысын тапсақ, x квадраттың туындысы 2 алдына түседі, 1-ге келмейді. 2-ның туындысы 0 жазылмайды. Енді осы туындысы x0 нүктесін қойғанда, x-ның орнына x0-ді қойсақ, 2-ні x0-ге көбейткенде бізде коэффициент шығу керек. Коэффициент 4-ке тең. Онда x0-іміз мына теңдеуді шығарғанда минус 2-ке бөлеміз, минус 2-ке тең болады. x0-ді таптық минус 2-ке тең. Енді жанама теңдеудің әрбір компонентін табайық. Бізге тек қана мынаны табу ғана қалды. f(x0) тең берілген функцияға x0-ді қоям. Мына жерге бізде x0 минус 2 шықты, минус 2-ні қоям. Минус 2-ның квадраты минус 2. Минус 2-ның квадраты 4, минус 4 минус 2 бізде минус 6 болады. Енді барлығы бар формулаға қояйық. Бірінші формулаға y-тен f(x0) бізде минус 6 шықты. Қосылған f'(x0) міне тұр 4 шықты. Жақшаның ішінде x минус x0 бізде минус 2-ке тең. Қазір 4-ті әрқайсына көбейтемін, мен жақшаны ашам. Минус 6 көшіріп жазамын. 4x-ға көбейтсек 4x болады. Бұл жерде минус пен минус плюс 2 береді, 4-пен көбейтіледі, плюс 8 шығады. Бірдей мүшелерді жинақтаймыз, 8-ден 6-ны азайтқанда 2 болады. Сонда дұрыс жауабы Б. Так, балалар, қараңыздар, үшбұрыштың медианасын ұзындығын табу керек. Оны табу үшін осындай формула бар. Осы формуланы қолданамыз. Значит, бізде қараңыздар, үшбұрыштың екі қабырғасы 12 мен 14. Ең үлкен қабырғасына жүргізілген медиана. Медиана жүргіздік. Ең үлкен қабырғасы 22, қақ бөлінеді 11-ден. Енді осы формула дайын формула қояйық. m тең 12-ның квадраты қосылған 14-дің квадраты минус 2 еселенген 11-дің квадраты бөлінген 2 түбірдің астында. Ал енді есептейік. 12-ның квадраты 144, 14-дің квадраты 196, 11-дің квадраты 121, 2-ге көбейтсек 242. Үстіндегі өрнектің мәні 144 қосу 196 минус 242 есептейік. 144 қосу 196 азайту 242. 98 екен, 98-ді 2-ге бөлсек 49 болады. 49 түбірін астына ашарсақ, есептің жауабы 7 шығады. Келесі тапсырма. Өспелі геометриялық прогрессияның 3-ші және 5-ші мүшелерінің қосындысы 60-ға тең. Бірінші мүшесі 3-ке тең. Осы прогрессияның 8-ші мүшесін тап дейді. 3-ші және 5-ші мүшелерінің қосындысы 60-ға тең. Енді геометрия прогрессияның n-ші мүшесінің формасын қолданамыз. Ол бізде b1 қосылған емес, ойнап. b1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі. Осы форма. Бірінші мүшесі 3-ке теңді. Так, давайте n-ның орнына 3-ті қойық. 3-ті қойсақ, b1 көбейтілген q-дің 3-1 квадраты болады. Сосын n-ның орнына 5-ті қойсақ,
b1 көбейтілген 5 минус 1 q'дің 4-ші дәрежесі болады. Енді есептің орнына қойсақ. b1 көбейту q квадрат қосылған b1 көбейту q4 тең 60. b1 белгілі ғой 3-ке тең. Орнына қойық. 3q квадрат қосу 3q4 дәреже тең 60. Мұқият қарасақ, коэффициенттер 3-ке бөлінеді екен. 3-ке бөліп тастайық. q квадрат қосу q4 дәреже 63-ке бөлсек 20 болады екен. Енді барлығын сол жаққа жинайық және үлкен дәрежесін бірінші жазайық, одан кейін кішірегін, одан кейін санды жазамыз. 20 сол жаққа минуспен барады. Бұл жерде жаңа айнымалы енгіземіз. q квадрат тең t. t квадрат қосылған t минус 20 тең 0. Осы квадраттық теңдеу шығарамыз. Дискриминант тең 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген минус 20 плюске айналады 81, 9-дің квадраты шығады. t1 t2 тең жоғарырақ жасайын мен. Жалғасы жоғарыда. t1 t2 тең минус 1 плюс минус 9 бөлінген 2. 9 минус 1 8, 8-ді 2 көлсек 4, минус 10-ды 2 көлсек минус 5 болады. Енді q квадрат тең бізде 4 шықты, бірінші t1, екінші t1 q квадрат тең минус 5. Давайте мына жерде сразу. Ешқандай санның квадраты теріс болмайды нақты сандар жиында. Жауап жоқ. Мына жерде q квадрат тең 4 болса, q плюс минус 2-ке тең. Ал енді 8-ші мүшесін табайық. 8-ші мүшесі тең b1 көбейтілген q-дің 7-ші дәрежесі. b1 бізде 3-ке тең, q бізде 2-ке тең, 2-ның 7 дәрежесі 128. 3-ті 128-ге өйтсек, 360, 384 болады дұрыс жауап. Мына жерде q тағы минус 2 деген жауап бар. Мұны жауапқа алмаймыз. q тең минус 2. Біз оны тексермейміз де. Біз оны неге тексермейміз? Себебі өз белі геометриялық прогрессия деп жазылған. Сондықтан оны алмаймыз.